Аллаға сансыз мадақ болсын, Аллаға сансыз шүкірлік болсын. Біздің ата бабамыз ұстанған жолы ислам діні. Ислам діні ішінде біздің ата бабамыздың салт дәстүрімен бір ұштасқан ханафи мазхабы. Біздің ата бабамыз ханафи мазхабын ұстанған. Осы ханафи мазхабы біздің қазақ ұлтының салт дәстүріменен бірге ұштаса келе, кеңінен қанат жайып, осыменен бірге тоғасқан. Біздің ата бабамыз ежелден келе жатқан бір дәстүріміз бар. Өзіміздің ата бабамыз ерте уақытта қазақ үйдің ішінде бола ма, тапшаның ішінде бола ма, біздің ата бабамыз оң жағыменен жатып, оң жақ қолтығының астынан жастығын қысып, демалатын бір уақыты болған. Бұл жөнде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің үйінде оң жағыменен жатқан уақытында бір кезде Абу Бәкір Сыдық радиаллаху келген уақытта Айша анамыз айтты: «Я Расулалла, менің әкем келді» деді. «Кірсін» деп айтты. Ол кісіменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жатқан кейде сөйлесті. Азын-аулақ уақыт өткеннен кейінгі Айша анамыз келіп: «Я Расулалла, Омар радиаллаху келді» деді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Я, кірсін» деп айтты. Өз арасында біраз уақыт өткеннен кейінгі сөйлесіп, уақыт өткеннен кейінгі Осман радиаллаху анху келген уақытта Айша анамыз айтты: «Я Расулалла, Осман келді» деп айтты. Кішкене күте тұрсын деп айтты. Біраз уақыт өткеннен кейінгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам орнынан түрегеліп, үстін қағып, тазалап, Айша анамызға айтты: «Осман кірсін» деп айтты. Осман кірген уақытында өзара сөйлесіп болып кеткеннен кейін, азын-аулақ өткеннен кейін Айша анамыз сұрақ қойды: «Я Расулалла, менің алғаш келген әкем еді, сіз оң жағыңызбен жатқан кезде сөйлестіңіз. Азын-аулақ өткеннен кейінгі Омар келді, ол кісімен де жатқан кезде сөйлестіңіз. Осман келген уақытында күттіріп қойып, түрегеп, үстіңізді қағып, тазалап барып сөйлестіңіз. Бұның мағынасы не?» деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Я Айша, сен білмеш ме едің? Османнан періштелер ұялушы еді. Періштелер ұялғанда мен неге ұялмасқа?» деп айтты. Алла тағала баршамызға разы болсын. Рамадан айы құтты болсын. Ұстаған оразамыз қабыл болсын.